9 класс биология сабақлығындағы 4 лабораториялық жұмыс амилазаның крахмалға тәсірі. Бұл лабораториялық жұмысты көрсету үшін біздерге төмендегілер керек болады. Таза су, ауыз қосылғынан таярланған сілекей сұйықтығы, алдын ала таярланған крахмал ертпесі, йод ертпесі, пипетка һәм пробирка керек болады. Жұмысты орындау тәртібі. Бірінші құрғақ пробиркаға таза су құйылады, һәм оның үстіне алдын ала таярланған крахмал ертпесінен 1-2 мл көлемде құйылады. Һәм жақсылап араластырамыз. Араластырғанымыздан соң йод ертпесінен пипетка жәрдемінде бір тамшы тамызылады. Бұл уақытта пробирка ішінде көк рең пайда болады. Көк рең пайда болды. Екінші пробиркамызға ауыз қосылғынан таярланған сілекей сұйықтығы һәм оған 2 мл көлемінде алдын ала таярланған крахмал ертпесі құйылады. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғанымыздан соң 5 минут қоямыз. Арадан 5 минут өткенімізден соң сілекей сұйықтығы менен алдын ала таярланған крахмал ертпесі араластырылған пробиркамызға бір тамшы йод тамызылады. Қызғыш рең пайда болады. Бұл лабораториялық жұмыс арқылы сілекей ферментінің крахмалды қантқа шекем тарқатуын көруімізге болады.